Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышының тригонометриялық функциялары. Оқу мақсаттары: тікбұрышты үшбұрыштың қабырғаларының қатынастары арқылы бұрыштың синусы мен косинусы, тангенсі және котангенсінің анықтамаларын біледі. Бағалау критериялары: синустың, косинустың, тангенстің және котангенсінің анықтамаларын біледі. Сүйір бұрыштың тригонометриялық функциялары тікбұрышты үшбұрыштың қабырғаларының өлшемдерінен тәуелді емес екенін түсінуге тиісті, және әрбір тригонометриялық функцияға тапсырмалар орындау білуі керек. Енді балалар, бірінші, екінші, үшінші қатарға сіздерге жеке тапсырма беремін. Сол тапсырманы орындап көріңіздер. Тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышына іргелей жатқан катеттің гипотенуза қатынасы осы бұрыштың косинусы деп аталады. Ең алдымен суретке назар аударайық. Суретте бізге АБЦ тікбұрышты үшбұрыш берілген, Б бұрышы сүйір бұрышы. Енді сүйір бұрышына іргелей жатқан катет бізде Б катет. Іргелей жатқан катеттің гипотенуза қатынасы деп тұр ғой. Сондықтан косинус альфа тең Б мен С-ның қатынасы. Тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышына қарсы жатқан катеттің гипотенуза қатынасы осы бұрыштың синусы деп аталады. Ең алдымен сүйір бұрышын анықтап алайық. Синус бұрышы бізде Б бұрышы. Б бұрышына қарсы жатқан катет А, іргелей жатқан катет Б. Сүйір бұрышына қарсы жатқан катет пен іргелей жатқан катеттің қатынасына тең болады. Синус альфа тең А мен С-ның қатынасына тең болады. Тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышына қарсы жатқан катеттің іргелей жатқан катетке қатынасы сол бұрыштың тангенсі деп аталады. Суретке назар аударайық. Бізде АБЦ үшбұрыш, тікбұрышты үшбұрыш берілген. Ең алдымен сүйір бұрышын тауып алайық. Сүйір бұрышы Б. Сүйір бұрышына қарсы жатқан катет бізде А қабырғасы. Іргелей жатқан катеті Б. Тангенс альфа тең А мен Б-ның қатынасы. Тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышына іргелей жатқан катеттің қарсы жатқан катетке қатынасы сол бұрыштың котангенсі деп аталады. Котангенс альфа керісінше Б мен А-ның қатынасына тең болады. Енді балалар, біз сіздермен синус альфа, косинус альфа, тангенс альфа анықтамаларының мынандай ережелер шығады. Анықтамаларынан мынандай ережелер шығады. Мысалы, альфа бұрышына қарсы жатқан катет гипотенуза мен синус альфаның көбейтіндісіне тең. Альфа бұрышына іргелей жатқан катет гипотенуза мен косинус альфаның көбейтіндісіне тең. Альфа бұрышына қарсы жатқан катет екінші катет пен тангенс альфаның көбейтіндісіне тең. Енді балалар, топпен жұмыс жасап көрейік. Сіздерге тапсырмалар берілген, сол тапсырмаларды орындап көріңіздер. Келесі балалар, сіздерге үй тапсырмасы беріледі. Тақтада үй тапсырмасы жазылған, сол тапсырмаларды орындап келіңіздер. Бүгінгі сабағымызға рефлексия жасап көрейік. Балалар, әр оқушыға парақ таратылады. Сіздер сол параққа сөйлемді аяқтап өз ойларыңызды жазу керексіздер.